Біз міне мына көмір тапшылығы мәселесін қыс қаһарына мінбей тұрып көтергенбіз. Еліміздің энергетика министрі өзі бас болып кірісіп, түйінді түбегейлі шешпек болған. Қазақ аяздай қысты деген тіркесті жиі қолданбайды. Бірақ биыл көмір тапшылығы аязсыз да, аязбен бірге де қысып отырғаны анық. Міне Алматы облысындағы көмір орталығы. Мұнда біріншіден көмір қоры таусылған, екіншіден әр тоннасының бағасы 16 мыңнан 19 мың теңгеге өсіп кетті. Қараңыз, көмір бұлай қаппен сатылып жатыр. Бір қап көмір бұрын 400 теңге болса, қазір 600 теңге. 2 вагон, 3 вагон келеді, жетісіне, конечно, халыққа жетпей жатыр. Сол бізде жағдай. Енді көріп отырсыздар, угольный базада ешқандай көмір жоқ. Бүгін 2 вагон көмір келді, түсіріп үлгерген жоқ, 2 сағатта жоқ болды. Қыс көзі қырауда отпен отынға бейқам қарау қайғы қасіретке жетелейтінін жақсы білеміз. Мысалы, автобустағы өрт қауіпсіздігі ережесін сақтамау 52 өзбек азаматының тірідей өртеніп кетуіне жеткізді десіп жатыр. Жолаушылар сақылдаған сарыаязда жылыну үшін қыздыратын құрал қолданыпты. Сол ма әлде басқа себебі бар ма? Сол автобустың 3 жүргізушісі бірдей қамауға алынды, ауруханадан абақтыға. Әрине бұл қайғыны жеңілдетпейді, бірақ олдай қасіреттің қайталануы мүмкін екендігін ескертеді. Осы қайғылы оқиғадан кейін еліміздегі қалааралық жолаушы автобустарын тексеру басталып кетті. Нәтижесі қандай? Оңтүстіктегі тілшіміз Бек Әбиев осы сауалға жауап іздейді. Ақтөбедегі оқыс оқиғадан соң елдегі жолдарда бақылау күшейіп, бар аймақта жолаушы тасымалдаушылар тексеріліп жатыр. Әсіресе Ақтөбе мен Оңтүстік Қазақстан облысында бақылау күшейтілді. Көлік инспекторлары мен тәртіп сақшылары күн сайын жүргізушілердің құжатынан бастап, жолаушылардың жүгіне дейін тінтіп жатыр. 2 бағытта өткіземіз. Көліктік бақылауды. Ол айтып өткенде Мартук жағында, Ақтөбе Жайсан автожолында 96 шақырымда. Екінші бағыт ол Самара-Шымкент, Қоршысай деген елді мекеннің маңында. Инспекторлардың 52 адам тірідей жанып кеткен Самара-Шымкент тас жолына шүйлігуі тегін емес. Себебі оңтүстіктен шыққан автобустар тек осы жол арқылы теріскейге бағытталады. Автобустағы өзбек азаматтарының өлімінен соң көлік инспекторлары ақпан айының ортасына дейін демалыссыз жұмыс істейтін болады. Біз қазір Шымкент-Ташкент бағытындағы халықаралық тас жолдың бойындамыз. Бұл жолмен күнделікті жоқ дегенде 50-ге тарта жолаушылар тасымалдаған автобус жүреді. Және осы автобустарды бірнеше күннен бері тексеріп жатқан көліктік бақылау инспекциясы мен жол патрульдік полициясы тексерілген. Әр екінші автобустың тасымалдау ережесін бұзған анықтаған. 40 жолаушылар тасымалдау автобустары тексерілді. Соның ішінде 18-інде бұзушылық анықталды. Оның ішінде екеуінде жолаушылар тасымалдарын қағидаларын бұзған үшін екеуі, және де ең көп жалған көліктермен жүріп жатыр. Техосмотрдан өтпеген, жолдан біз жерден не алған, ол біздің единый база бар өзімізде. Соны тексерген кезде базасы ішінде жоқ. Ол деген техникалық бақылаудан өтпеген деген сөз. Сатып ала салады? Сол жерден сатып ала салады. Арнайы рейд кезінде біздің көзімізше бірнеше жолаушы тасымалдаған шағын автобус тоқтатылған еді. Бәрінің дерлік техникалық диагностикалық картасы базада болмай шықты. Бірақ бұған бас ауыртқан жүргізуші көрмедік. Көпшілігі инспекторларды оңашай сөйлесуге шақырып, телефондарын тыққылап әлек. Бұдан олардың жолдағы барлық қиындықтар мен кедергілерді тамыр таныстықпен шешуді әдетке айналдырған аңғаруға болады. Кімге хабарласасыз? Мен мына аған жерім базада бар дейді. Жиі осылайынан ұялы телефондарын беріп сөйлесуді өтіне ма? Өтінеді, көп өтінеді. Бізден ұялды ма, әлде телефоннан жауыр болғаннан ба, жол сақшылары бұл жүргізушіге сөзге келместен хаттама толтырып берді. Ал тоқтатқан полицейлерге ашу білдіріп, даурығып жатқан бұл жүргізуші Ержан Құралбеков. 200 шақырым жердегі Жетісайдан Шымкентке 18 жолаушыны әкеле жатыр екен. Техникалық бақылаудан өттім дейді. Бірақ қашан өткені есінде емес. Сонда мен не кінәм бар? Біреу компьютерге кіргізбейді, а мен оған қалай білемін компьютерге? Қашан өттіңіз соңғы техосмотрды? Тұр ғой мына жерде, тұр ғой бәрі.
өзіңіз білетін шығарсыз қашан өтті. Есімде жоқ қой, 1 ай алдын ба, 2 ай алдын ба өттік қой, біз жолда жүрген водительміз. Тексерушілер жүргізушілердің қулығына құрық бойламайтынын айтады. Тексеру күшейгелі күнгейден ағылатын көлік нөпірі де бірден саябырсыған. Себебі автобус жүргізетіндер өзара хабар алмасып, тексерушілерден айналып өтеді, не олар кеткенше күтеді екен. Оның үстіне қазіргі заңнама бойынша рейд болмаса полицейлердің де автобустық тоқтатуға қақысы жоқ. Тек қана ережелерін бұзбаса тоқтатамайды олар, тексере алмайды да. Сонымен осындай профилактикалық жұмыстар ай сайын болып жатыр бізде, совместно өзімізбен бірге. Сол жағдайлар біз анықталып жатырмыз тек қана. Басқа жағдайлар олар ешқандай нені істей алмай жатырмыз, тексере алмай жатырмыз. Негізі автобустарды тексеруді жолда емес, автовокзалдан бастаған жөн шығар. Бірақ жекеменшік автобус иелері ресми түрде автобекетке жолақысы жоқ. Өйткені заңсыз тасымалдаушылар вокзалдағы автомеханик пен дәрігердің қарауынан өтіп, заңды билет таратып, бекітілген кестемен жүруден қашады. Әсіресе Шымкентте арнайы рұқсаты жоқ, бірақ жұрт көп шоғырланатын жердің бәрі автовокзал болып кеткен. Шымкентте ресми автовокзалдардан көрі бейресми автостансалар көп. Соның бірі теміржол вокзалының тура іргесіндегі мына орын. Құжат бойынша автотұрақ ретінде тіркелген ол іс жүзінде автовокзалдың қызметін атқарады. Біз келгенде әдетте тұраққа сыймай тұратын автобус қарасы көрінбеді. 5-6 ғана тұр. Өздеріне ең сенімділер болса керек. Алыстан аға көкелеп баратын жеріңе жайлы автобус ұсынатын жігіттер де камераға сөйлегісі келмейді. Бірақ құжаты мінсіз екенін айтып, ешқандай тексеруден де қорықпайды. Рейд бір нәрсе деп қанша отқан жоқ па? Документ тура дейді, не дейді? Документ тура? Документ тура болса, рейд түспеді деп ақылды. Шықпаңдар, не қылмады демейді. Документ тексеру. Ал Шымкенттегі автовокзалдар көресіне заңсыз тасымалдаушылардан көріп отыр. Вокзал маңында тұрып ақ жолаушыларды қағып кететін пысықтардың кесірінен шаш етектен шығынға ұшырадық дейді олар. Жекеменшік адам, жекеменшік бір жаңағы базардың қасындағы халық жиналатын жерге барады да, сөйтіп сол жерден жинап сабырға шығып кете береді. Есептеп, примерно есептеп қарайтын болатын болсақ, бір 15-20% біздің тауып атқан табысымыз қазіргі таңда. Қалған 80% заңсыз тасымалдаушылардың үлесінде. Автотұрақты автовокзалға айналдырғандарды заңдастырса, қазынаға қыруар қаржы түсетіні анық. Ал заңсыз тасымалдаушылар ешкімнен қорықпай-ақ жыл 12 ай жұмысын дөңгелетіп жатыр. Ал олармен күресуі тиіс көлік прокурорларын жарықта шаммен іздесеңіз де таппайсыз. Яғни оңтүстіктегі қадағалаушы орган бас прокурордың барлық автобекет пен автобустарды тексеріңдер деген тапсырмасын елемеген секілді. Бек Абиев, Евгений Сергеенко, КТК, Аптап.